Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз Садовый деген ауылды мекенде жүрміз. Ол Көкшетау қаласының қасындағы шағын ауыл. Осы Садовый ауылында шағын әдемі осындай жерлері бар. Сонда су бар, осындай. Су болғанда сағынғанындай ағындар міне. Көбісі осы жерге келіп дем алады міне. Біз ана жаққа келіп тоқтадық. Негізі бір ерекше сезім. Осы маңайға кірсең, бітті бір басқаша бір ауа, керемет таза ауа, бір өкпең бір тынығып рахаттанады екен. Тып-тыныш, ешқандай у-шу айғай жоқ, тек қана құстардың әні, құстардың дауысы, маңайда жүрген көбелектер, неше түрлі құстар. Осының барлығы бір күшті сезім береді адамға. Сондай бір ыңғайлы жер іздеп жатырмыз енді, мына өзі ешқандай ыңғайлы. Пока арнайы әдемі жер таба алмай жатырмыз. Так, мына жақтан. Мына өзі отыруға болады екен. Ана жақтан келіп түссек, осы жерге отырсақ міне. Мына өзі таза екен. Қазір көрейік, сол жақтан түсіп көрейік қазір. Иә? Міне мынандай жер таптық, міне әдемі жер. Осы жерге де отыруға болады екен. Ыңғайлы. Мынандай әдемі көбелек нелер, инеліктер ұшып жүр міне. Мынау таудың үстіне міну керек еще, иә? Осы ненің үстіне мініп ойнаса, иә? Балаларға. Ол күшті. Ой, шіркін міне. Күшті екен. Күшті екен.